Ал енді өнердің ішіндегі ең маңызды кино деді Ленин. Ол рас, кино арқылы мемлекеттер елдер жайында түсінік пікір қалыптасады. Киносы арқылы Америка әлемді бір құтқарушы ел секілді. Үнді елі сыршыл махаббатшыл ел. Ағылшындар кербез, Ресей қайсарда әділетті. Керек десеңіз кейінгі Колчак туралы киноны қарасаңыз, Колчактан аяулы адам жоқ. Кезінде атауымыз қырсады. Ал қазақ ше, қазақ келін киносы. Әркімнің астында бір ыңырсаған баламен ойнас жасаған арсыз әйел. Қазақ ешкіге жабысқан бала козел болған. Қазақ Қайрат чемпион, атауының өзін қараңыз. Қайрат деген сөздің өзі ақтаңызға айналған Байбосын Қайрат дейтін әншінің аты. Қайрат кешегі желтоқсан оқиғасындағы Рысқұлбек Қайраттың аты. Мен Келімбетовпен, я болмаса Нұрпейісовті айтып отқам жоқ. Қасасын құшақтап Алматының көшесінде шақпылаған Есалаңды кино қып, және оған осындай қасиетті есім берген. Бұл қандай жетесіздік деп кейде адам жаны шыжғырлады. Киносына қарасаң, қазақ лесбияндер мен қыз текелердің елі Қазақстан. Тура 16-17 желтоқсан тәуелсіздік күні Қайрат чемпионның авторы болған КТК телеарнасы келін киносын маңайында болып жатқан дауға қарамастан прайм-тайм уақытына қойды. Бұл деген былайша айтқан открытый вызов, тікелей шақыру, басыну, не істесеңдер, не айтсаңдар, оны айтыңдар, мен ойыма келген істейін деген сөз. Енді Наурыз мерекесінің қарсаңында Алматы Астана көшесінде аттың артына мінгізген қазақтың қызының бөтен ұлттың еркегінің құшағында балқып отырған суреті жарнамасы әр қадам сайын ілініп тұр. Тәуелсіздік күні тап осылай жарнамаланған жоқ. Наурыз осылай реклама жасалған жоқ. Ал сол жаңағы «Ирония любви» дейтін киноны көрсеңіз, жаныңыз тағы да шыжғырлады. Қазақтың қызы европалық жігіттің көмейін тілімен қоса суырып ала жаздап жабысады. Анауысы қашады, қазақтың қызы қуады. Қазақтың жігітіне қарамайды, әлі европалық жігітке жабыса түседі. Оған парқсыз көрермендер күледі. Намысы бар жігіттер кино алаңда жыларман болды. Кездейсоқ дейді біреусі. Неге бір басқа бір ұлттың қызы қазақтың жігітіне жабыспайды? Неге қазақтың қызы жабысады? Ал осындай, мынау Абайдың сөзі бар, сатып алса, сөз сатса, ол асылда аңдамас, біләткенің баяқша, ер жақсысын таңдамас дейді. Менің сөзім емес, Абайдың сөзі. Гонорарын берсе кез келген киноға адам түсе береді, бірақ оны түсіріп отқан адамдар қайда қарайды? Рекламалардың сиқы мынау центр кредитінің рекламасы. Қарашы, ана қазақтың қызына жабысып тұрған бөтен еркек. Бір рет кездейсоқ болады, екі рет кездейсоқ болады, үшінші ретте бұл заңдылыққа айналып бара жатыр. Кино өнер ғой дейді. Мен де өнерпазбын. Кинолар легі бүгін осындай. Мына түрімен арлы ибалы асқақ қазақ қызы деген ұғымда қабылданбайтын болады. Кезінде фашистік Германияның идеологтарының бірі Гитлерге жолдаған хатында айтады: орыстарды жеңу мүмкін емес, олардың рухы асқақ. Өйткені оның дәлелі тұтқынға түскен славян қыздардың бәрі дерлік абыройы аман, арлары берік деген, девственница деген. Яғни қызының арын қорғаған, болашақ анасын аялаған ұлт, рухы асқақ ұлт, ол ешқашан жеңілмейді. Сондықтан да Бақай шағына шейін қаруланған фашистер жұпыны ғана совет әскерін ойсырай жеңілді. Себебі ол рухы асқақ болатын деп айтады. Бала демей, шал демей, әйел демей, ер демей, елді жосадай қырған жауына қаны қатқан қазақтың ескі жыраулары кекке шөлдеп шамырқанғанда, жауына қарап көкбөрі шолып кекке шөлдеп шамырқанғанда айтатын сөз бар. Атаңа нәлет, ата жау айғайлап майдан ашпасам, қаныкейдей көріктіңді, тінікейдей тектіңді аямай төс астына баспасам, жер басып тірі жүрменді дейді. Ақтанберді айтады: атасы басқа қалмақты жұртынан шауып бостырып, түйедегі наршасын әлпештеген қаншасын аялаған аруым ат көтіне мінгізіп тегіннен тегін ол жағылмасам. Тура міне осы қараңыз. Мынау тура Ақтанбердің айтқан сөз. Бұл кездейсоқ деп айта алмаймыз. Сол Ақтанберді айтады: әлпештеген қаншасын, түйедегі наршасын аялаған аруым ат көтіне мінгізіп тегіннен тегін ол жағылмасам, жер басып тірі жүрменді дейді. Мына рекламаны қараңызшы. Әрбір қадам сайын тұрған осы реклама. Аттың көтіне қазақтың қызын мінгізіп қойып отырды. Осыншама дәрежеде адамның ұлттың намысын осыншама таптауға бола ма? Жалпы қазақтың танымында, көшпелілердің ұғымында қорлаудың шыңы, кек алудың, масқаралаудың ең шың түрі ол қызын қорлау болатын. Қазақ ұрпағын ұят болады деп тәрбиелеген. Ұят болады дегені өлімнен ұят күшті, ұятты істі істеме дегені. Жаным, арымның садағасы дегені еді. Ұят ұғымын жоғары қойып, тектілікті сақтаған ұлтпыз. Қыздың арын қорғаған ұлтпыз. Арзымағыр дүниелік игілік үшін ұлттың ұятын аяқ асты етпейік, ағайын. Ұлтты жою үшін әйелдерін азғыру саясаты әлемдік тәжірибеде кең қолданылады. Өзімізге өзіміз жанашыр болмасақ, өзгелер келіп жыртығымызды жамамайды. Сол себепті кино, сериалдар мен бейнеклиптер арқылы қара көздерімізді жезөкше қылып көрсетуді доғарайық. Ата жолдан адаспайық, ақылға келейік, ағайын.
Хакім Абай 41-ші қара сөзінде: қазаққа ақыл берем, түзеймін деп қам жеген адамға екі нәрсе керек. Әуелі, бек зор өкімет, жарлық қолында бар кісі керек. Үлкендерін қорқытып, жас балаларын еріксіз қолдарынан алып, медреселерге беріп, бірін ол жол, бірін бұл жолға салу керек. Дүниеде көп есепсіз ғылымның жолдары бар. Әрбір жолда үйретушілерге беріп, сен бұл жолды үйрен, сен ол жолды үйрен деп жолға салып, мұндағы халыққа шығынын төлетіп жіберсе, хәтта қыздарды да ең болмаса мұсылман ғылымына жіберсе, жақсы дін танырлық қылып үйретсе, сонда сол жастар жетіп, бұл аталары қартайып, сөзден қалғанда түзелсе болар еді. Екінші, ол адам есепсіз бай боларға керек. Аталарын паралап, балаларын алып, бастапқы айтқандай жолға салып, тағылым берсе, сонда түзелер еді, деп жазады.